Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге Айжан, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен молочная девочканың пирожный түрін жасайтын боламыз. Ең алдымен бисквитін дайындап аламыз. Екі жұмыртқамызды ыдысымызға салып, аппақ болғанға дейін миксермен миксерлеп аламыз. Міне біздің жұмыртқамыз аппақ болып ағарып, 2 есеге дейін көтерілді. Енді сгущенкамызды құямыз. Сапалы сгущенка қолданған дұрыс. Менде тржелание сгущенкасы. Сгущенкамыздың, бір құты сгущенкамыздың бәрін құямыз. Келесі бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды саламыз. Және осы сары май сгущенкамыз жұмыртқамен араласқанға дейін миксерді қосып, бір миксерлеп аламыз. Міне біздің сгущенка мен сары майымыз жұмыртқамызбен араласты. Енді ұнымызды саламыз. Және бір шай қасық ас содамызды салып, миксермен тағы да қамыр болғанға дейін миксерлеп аламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді формамызға құятын боламыз. Міне формамызды дайындап алдық. Астына фольга төсейміз міндетті түрде. Және қамырымызды теңдей 2 бөлікке бөліп, 170 градуста асты-үсті режимінде шамамен 25-30 минуттай қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Крем дайындаймыз. Мына жерде менде ыдысымда творожный сыр және қантым бар. Екеуі біріккенге дейін миксермен миксерлеп аламыз. Келесі сливкиімізді құйып, тағы да плотный крем болғанға дейін миксерлейміз. Міне біздің бисквитіміз осындай болып пісті. Енді пирожныйымызды жинауға кірісеміз. Формамызды кигіземіз. Кремімізді теңдей 2 бөлікке бөлеміз. Бірінші бөлігін бірінші бисквитіміздің үстіне салып, спатуланың көмегімен тегістеп жағып аламыз. Екінші бисквитімізді үстіне қоямыз. Қалған кремімізді осы бисквиттің үстіне спатуланың көмегімен теп-тегіс етіп жағып аламыз. Холодильникке кемі 5-6 сағатқа жібереміз. Міне біздің пирожныйымыз 1 тон холодильникте тұрды. Формасынан ажыратамыз. Бетіне вафельные крошки себеміз. Бұл вафельные крошкиді ұсынар алдын сепкен өте дұрыс болады. Және де бұл вафельные крошкиді сеппей тұрып, пирожныйымыздың жан-жағын алып тастаған дұрыс. Пирожныйымыздың шеттерін осылай пышақтың көмегімен алып тастаймыз. Вафельные крошки сеппей тұрып, осылай алып тастау керек. Пирожныйымызды кесеміз. Міне пирожныйымыздың ұзынша ортасынан осылай кесіп шығамыз пышақтың көмегімен. Пышағымызды бір сүртіп аламыз. Міне пирожныйымызды осылай ұзынша етіп кесеміз. Сонымен егер столға қоятын болсаңыздар, осы бөлігін тағы да 2-ге бөлсеңіздер болады. Сонда сіздерде бір ұзын пирожныйдың орнына 2 пирожный шығатын болады. Міне біздің пирожныйымыздың ішкі дүниесі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, егер сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазып кетсеңіздер болады.